Раушан электромобильдерді зерттеп жүр. Зерттеу барысында төмендегі графикті тауып алады. Мұнда көлікті зарядтаған уақытқа қарай көлік неше километр жүре алатыны көрсетілген. Бірінші тапсырма: төмендегі кестедегі бос орынды толтырыңыз. Алдымен видеоны тоқтата тұрып, өзіңіз шығарып көріңіз. Мұнда бірнеше нүктелер берілген. Және бұл нүктелер бір түзудің бойында орналасқан деп есептейік. Ондай болса, бізде берілген Т зарядтаған уақыт арқылы біз К деген жүру қашықтығын, яғни километрін таба алады екенбіз. Алдымен 15 минутқа назар аударайық. Зарядтаған уақыт 15 болса, онда бізде 180 километр жүрген екен. Сонда Т-мыз 15-ке тең болса, К-мыз, яғни жүру қашықтығымыз 180. Келесі, Т уақытымыз, яғни зарядтаған уақытымыз 30 минут болса, онда бізде 360 километр қашықтықта жүрген екен. Келесі, 45 минутта зарядтаған уақытта 540 километр жүреді екен. Ал енді 10 минутта, 1 минутта қандай қашықтықта жүретінін анықтау үшін, анықтау сәл қиындық туғызуы мүмкін. Себебі бізде нақты сан көрсетілмеген. Ондай болса, біз мынаған жүгінейік. 15-ті 12-ге көбейтсек 180 шығады екен. 30-ды 12-ге көбейтсек 360 шығады. 45-ті де 12-ге көбейтсек 540 шығады. Сонда К-мызды жүрген қашықтығын табу үшін 1 минутты 12-ге көбейтеміз. Және 10 минутта жүрген қашықтығын К-ны табу үшін оны да 12-ге көбейтеміз. 120. Жақсы, екінші тапсырма. Раушан қолданылатын электромобильдің кез келген жүрген қашықтығы арқылы зарядтаған уақытын анықтайтын теңдеу құрастырыңыз. Бірінші тапсырмаға қарайтын болсақ, біз Т-мызды 12-ге көбейту арқылы К деген қашықтығымызды тауып алдық. Сонда К тең бізде 12 көбейтілген Т болды. Яғни 12-ні зарядтаған уақытына көбейту арқылы біз жүрген қашықтығын анықтап алғанбыз. Енді мұндағы Т-ны табу үшін Т айнымалымызды екі жағында 12-ге бөліп жіберейік. Немесе Т-ның өзін табу үшін К-ны 12-ге бөлеміз деген сияқты. Сонда бізде 12-леріміз қысқарып кетеді. Мұндағы теңдеуді екеуін орнына ауыстырып жіберсек, Т-ның өзі К бөлінген 12-ге тең болады. Сонда К-ның орнында болатын кез келген санды 12-ге бөлу арқылы біз Т уақытын таба алады екенбіз. Міне теңдеуді құрастырдық.